Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Біз күннің шілденің шіліңгір ыстығында тойға шықтық мамамызбен. Қазақтардың жергілікті осяқта Түркиядағы қазақтардың қыз беретін тойы біздіңше ұзату той. Осы жақтың ұзату тойы қалай өтеді? Бізбен бірге тамашалаңыздар. Күн деген өте қатты ыстық болып тұр. Шілденің бүгін нешесі өзі? 9-ы ма? Қанша неге қарамайтын болуын датаға. Осылай. Бүгін тар көшелері. Жергілікті Түркияның қазақтарының тойы әдетте осындай қоғамдары бар. Бірде екі қоғам бар. Әр ауданда бар негізі Түркияның қазақтары. Зейтінбұрында, жаңағыдай Күнешліде, тағы Сефакой сондай аудандарда тұрады. Негізі қазақтар ең көбі осы Зейтінбұрында. Зейтінбұрында осы екі қоғам бар. Соның бірі, екіншісі қазір Үналан деген қазақтардың қоғамына бара жатырмыз. Ылғи жиын тойлар сол жерде өтеді. Мынандай свадьбілер, үлкенелер әрине үлкен тойханаларда өтеді. Ал кәдімгі қазақы жиын тойындар, кішігірім той тамақтардың барлығы осындай қоғамда өтеді. Келдік, қоғамның сыртында осылай қазақша оюлар, мына жерде қазақ түркілері күлтір және даянышма дернегі деп жазылып тұр. Яғни қазақ түріктерінің мәдениет және бір-біріне көмектесу жаңа ұйымы деген. Мына жақта уже біз келем дегенше бітіп жатыр той деген. Бұл жақта осындай ішіп жеп дереу құттықтап дереу қайтады. Біз кешіп қалған сияқтымыз деймін. Осындай мындай нелерден. Осылай бүйтіп сағатта отырмайды. Дереу ішіп жеп құттықтап кетеді. Міне осылай үлкен кісілер. Көбінесе үлкен кісілер келеді мына жандай жерге. Нені әкелген пакеттердің бәрін осылай береді. Қайырлы olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Осылай бетімізден амандасып сүйеді. Амандасып деген сияқты осындай дастархандар жайылып тұрады. Мінекей шай дастархандар. Басталып кетті, ана жерде үлкен кісілер отырады естіп. Неғып алып. Ана жерде біздегідей пакеттер келген кім не алып келді солардың бәрін. Дәл біздің Қазақстандағыдай. Қош болды, қалайсыздар? Қалайсыздар? Пакеттерді біз дәл біздегідей Қазақстандағыдай кім не алып келді солардың бәрін. Мінекей біз кештеу келдік. Негізі 12-де деген, бірақ уже тез бітіп қапты адамдар. Кетіп қапты. Бір жақсы жері осылай, мына жақта осылай систем бар Түркия қазақтарында. Ben de kimle konuşuyorum? Қазақстанға көрсетіп жатырмын. Осылай одноразовый дастархан жаяды, осылай бір сөйтіп өз өмірлерін өздері жеңілдетіп алған бір жақсы жері. Түркия қазақтарының ет тамақтары, палау үстіне ет қояды. Осындай бір-бірі су. 6 адамнан артық отырғызбайды бұл жақта. Осындай тойдың палауы қатты керемет ұнайды осы жақтың. Жүрекке тимейді, жұмсақ деген сияқты. Тойдың палауы қатты ұнайды ғой. Жып-жұмсақ. Етті бөлек асады, біздегіден қормайды. Негізі бізде де Алматы жақта сондай етті бөлек асып алып, үстіне палаудың үстіне қояды. Мен солай Шерек ауданында сондай бір тойға қатысқан. Бұл жақта да, ол жақта да, бірақ етті ол жақта көп қоятын. Мына жақта да етті осылай асып алады. Ет бұл жақта әрине қымбат. Сондықтан осындай тойларда соған қарамастан, экономикалық жағдайға қарамастан, әлі де Түркияның қазақтары жүзу дәстүрді сақтап келе жатыр. Жандай, мен бұл жақтан бешбармақ көрмедім. Немен, қамырмен. Мүмкін жаңағыдай жасауы, жаңағыдай қамырды қалып қояды сол бойы. Ол да қиын бекен.
жаңағыдай күріш оған қарап ыңғайлы болды ма екен, осылай күріш басады, сөйтіп үстіне ет қояды. Маған осы жақтың палауы қатты ұнады. Ұнайды. Былай үйде жасасаң дәл бұндай болып шықпайды ғой. Қойдың палаулары керемет. Ана бір пакет қойып кетті жаңа. Ана жерге бір пакет қойып кетті. Өстіп алып келген пакеттің бұл жақта сондай қайтадан тойға қайтарып сыйға сыймеуге тағы да беріп жатыр осылай таратып. Той, томалақ кішілер. Қайтадан пакет сыйға сый сыраға бал деген сияқты қайтадан өз пакетін өзін қайтарып береді. Bundan birkaç olsa 10 yıl oldu mu? Olsa bardak su bergeli. Sonday oldu. Ondan önce Kazaklar kolmen jeytindi. Balaudun bärin. 6 kişiden 6'sından koyatındı. Осыны 6 кісі отыратын беді Ne 6 kişiden ne? O zaman da 6 kişiden. Ne 6 kişiden oturat her zaman olsa solay. Üstüp dağıtadı, üstüp jeytimiz. Onda o zaman olsan su çok boladı. Önengen çıktı su bergen. Бұрыннан осындай күріш берілмеді. Sadece kuruşpen balo beretindi. O başka bir şey. Бергендер көрдіңіз бе? Әлжек әнжелді әзір әнжеге барасың қамырда. Чай ішкен, чайға бер. Осылай, осы жақта мысалы бешбармақ жасап бергендер бар ма? Немен? Қамыр салып, күріштің орнына қамыр салып. Жоқ, ондай жоқ. Жаңызына палау менен ет. Чай ішеміз. Чайдың дастарханы мол болады, жақсы болады. Оның да өзің ағайындар әкеледі, жабылған татлы, матлы нәрселерінің бәрі. Бір атына разы осындай пакет влажный пакетке береді. Қасықпен осылай соның бәрін осын сіліп болғаннан кейін бәрін жинап уже не қысайды ғой. Кәдімгі қоқысқа тастай салады. Өз өмірлерін осы жеңілдеткен ешкім ыдыс-аяқ жуып әуре болмайды осылай қылып. Мына жақта тағы да басқа кісілер келіп жатыр, ожелерге де оларға бөлек дастархан жайып жатыр. Осылай кім келеді, сонымен осылай дастархан жасап жайып. Бітіргендер шай дастарханына барады. Жинап алады дағыны, сосын оны қоқысқа апарып тастай салады. Сондай кремосыны ешкім сынамайды. Мекена жерде тағы да 5 кісі отырды. Негізінде 6 кісіден артық отырғызбайды. Бері қарай. Осындай қазақтың тойлар осындай күнде өтеді. Шай дастархан, су таратып жатыр. Мына жерде асханасы, мына жерде одноразовый дастархандар тұрады. Солардың ішіне алдын ала дайын жайып қояды. Ішіне андай қасықтарды, мынандай салфеткаларды бәрін соның ішіне салып қояды. Келген кезде 6 адамға жайып жіберетіндей қылып. Мекеме жақта ар жағында ер адамдар отырады. Жақта да сондай. Оларға да тамағын береді и шай дастархан осылай. Бұл жерде окошкадан көрсете салайын. Асхана жағы мынау. Осы жерден шетел тәттілерді алып дастарханға қойып береді. Неше түрлі дастарханға қоқыс осындай пакетке салып қояды. Шыққан пакеттердің бәрін, дастарханның бәрін осы жерге салып деген сияқты. Мына жерде кеселер, шай, ыдыс-аяқтарын мына жерде той иесінің ең жақын адамдары осылай үйден неше түрлі тәттілер пісіріп алып келеді. Дайындап осы жерде келіндері, жақындары деген сияқты. Не то келін жақта ондай келін қызмет ету деген түсінік жоқ. Үйдің қайнапалары болсын, мына жақта сосын міне осылай істеп қойған. Жоғары жақта асхана бар. Тамақтардың бәрі осы жерден жоғары жақтан келіп, шай, қайнатылған шай, ет тамақ барлығын осылай төбеден алып салып, төбеден салып тұрады. Осылаймен ұмтағанып кеткен дейсің бұл нелері. Ешқандай ыдыс-аяқтардың бәрін жуылмайды, төбеге алып кетеді. Осылай босаған ыдыс-аяқтардың бәрін, табақтардың бәрін осы жерге салады, ары қарай алып кетеді. Сол жақтан арнайы адам жалдайды, жуатын. Мына жерден қазір шай дастарханға отырайық. Шай дастархан, шайдың дастарханы өте мол болады. Осындай барлығын біз екі жағына отырдық, екінші жағына апалар бар. Осылай қазақтың дастарханы. Түркия қазақтарының шайы. Жақта кейбір кісілер тұзбен ішеді, мына бірақ тұзсыз шай, қалаған адам тұзбен қояды деген сияқты. Ішіне бірақ жаңағыдай зенжепил, имбир қосады ішіне, тағы біріне қосады, бір күн көрсетер. Мынау сарма, бөрек. Түркияның қазақтары
ертеректен келгеннен кейін ол жақтың несімен дастархандары түрік мәдениетімен астасқан. Түріктің баклавасы сондай пісіріп алып келеді жақындарында. Бөліп қарбыз, Түркия қазақтардың бауырсағы осындай болады. Бұл жақ жері маған қатты ұнайды, өзім пісіре алмаймын осы бауырсақты бар енді. Неге тоғмайға пісіреді. Тоғмайға пісіреді, бірақ басқаша тоғмай. Осы жақта бөлек сондай. Біздікі майға пісіргесін жұмсақ болып неғып қалады ғой, тез. Мынау ондай қатты болды. Ұзын неше айға дейін, 6 айға дейін сақтала береді, бұзылмайды. Жақсы. Әлі де қойып жатыр дастарханға келіп. Бізде бар, мынау. Бұда бар екен. Мен бұрын көрмеген. Сыр алып кетті. Бізде ши бауырсақ дейтін ғой мынау. Мына бауырсақ күшті ғой. Кәдімгідей көшеде осыны чипс егіп негізі шығарса болады осыны ше. Кез келген уақытта жей беруге болады. Таиландқа барған кезде де осыны үйден мамамыз пісіріп берген. Бір апта бойы жеп жүргенбіз. Өте керемет. Мындай қатты да емес, бірақ ондай сындыратындай қатты емес. Достар, мен ойлаған, жаңағыдай біздегідей осы жерден қыз ұзатылып кететін шығар деп ойлаған. Жетсем, жоқ, бұл просто қазақтардың өзінің арасында сондай бір ұзатылып, ырым болады ғой, сондай. Әлі қызы бермейді екен. Қына тойы болады екен. Бұл жақта да сондай қазақтарында қыз жағынан беретін қына тойы бар, түріктердегідей. Сосын одан кейін тағы да үлкен тойы болады екен. Ол кезде қызды береді екен. Бүгін тек жаңдай қазақы той, жаңдай үлкен кісілердің арасында бір қыз беретін той деп аталады бұл да. Бірақ ешқандай жаңдай бұл жерден қызды алып кетпейді бүгін. Осындай қазақтар дастарханға жиналып, сыйлығын беріп, солай не бар, кетеді. Сүтті шай. Мен бұрын Қазақстанда сүтті шайды көп іше бермейтінмін. Көбісі сүтсіз шай ішетін едім. Осы жаққа келіп, сүтпен шай ішем, үйде көбісі сүтпен шай ішем, жолдасым екеуміз. Бірақ именно осы қазақ жақтың, осы жақтың қазақтардың шайы өзгеше болады. Қою кәдімгідей, қою жасайды ішінде. Сосын бір басқаша дәм кәдімгі. Мені сүтті аямай құятылар, бірге қайнататылар. Кейін көрсетемін сіздерге қалай жасалатынын. Шайлары керемет. Қазақтары көп шай ішпейді біздегідей. Байқаймын қанша келіп көріп жүрмін. Осылай бір кесе шай ішеді болды. Одан артық шай ішпейді. Біздегідей отырып, ой үстінен деп қайтадан ішіп келу. Ыстық самаурмен, болмаса шайнекпен шай келмейді. Осылай бір шайнекқа келіп, бір кеседен ішеді болды. Сонымен жейт тұрып кетеді ғой, көп отырмайды. Жаңадан келген кісілер ана жерге тамақ ішіп болды. Одан кейін осы жерге отырғызып жатыр. Осы жерден шай ішіп, олар да қайтып кетеді. Негізі жаңағы айтып жатыр, Бейітшекмеже Сипакой деген аудан бар ғой, тағы сол жақтағы қазақтарда осы жерге келіп жасайды екен тойларын. Тек Гүнешли деген аудандар өздерінің жағын жасайды. Осы Зейтін бұрын, осы екі ірі жерде жасайтын тұр ғой тойларын. Шай ішем. Мен ішем деймін. Бұл жақтың шайлары ұнайды маған. Бұрын шай ішпейтін ол жақта Қазақстанда. Бұл жақтың шайлары керемет. Бұл жақтың қазақтардың тойларында міндетті түрде булочка болады. Міндетті түрде. Мысалға олар жемеуде мүмкін ғой, бірақ соның сарық түрегін салып бергенге болсын, міндетті түрде үйлерде жасайды осыны. Жаңағыдай. Ондай түсініп, мына жақта да бар. Дастархан бос тұрмасын, аз көрініп қалмасын деген сияқты. Сөйтіп, осындай бауырсақ, булочкаларды пісіріп қояды. Қанша жыл önce
bala berетін тойда sadece бауырсақ менен шекер тәтті қоя салатығымды да модернлешкен сайын yani мынандай нәрселер болмайтын азыр sadece endi biraz көбейіп жатыр осы işte осы менен bitedi Geldim ve senin taktır. tamam başka bir şey yok tamak beredi ışıtıp çay beredi herkes bir нәрсесін алып келеді hediyelerini менен onun karşılığında özleri kaytadan birer köylөгün beredi сол менен болады dağlar Қайдан келдіңіз сіз? Men Avusturya Viyana kalasından geldim. Avusturya'nın. Сол жерде турамын. 30 qancha yil bo'ldi. Men kelin bo'lib сол жерге баргам. 30-35 yil bo'ldi сол жерде турамын. Өзüm 2 yil bo'ldi pensiyon болдum. Hozir осы Türkiye'ge Пенсион болдым дейсіз ба? 2 yil bo'ldi pensiyon болдым. Пенсион деген эмекли ма? Эмекли. Оны мына жақтар айтпайды ғой пенсион деп. Ол пенсион біз пенсия деп айтамыз. Pensiya. Mına Avusturya'da pensiyon deydi koy. Пенсияға шықты деп айтамыз. Pensiyon. Сонымен мына той иесі менен бірге туысқан әпекеміздің немересі болады. Сол тойға келіп отырмыз қазір. Ол жақта да осындай қоғам бар ма қазақтардың? Бар. Сол жерде 30-35 үй бармыз. Türkiye'den барған қазақтар. Ол жақта да мысалға ауған қазақтары, иран қазақтары бар ма? Алтай қазақтары? Қазақстан қазағы бар. Ауған қазақ, иран қазағын көргем жоқ. Бар шығар, бар. Қазақстан қазақ көп. Араласамыз. Қоғамымыз бар, той томалағымыз бар. Бір жақсы сөйлеп тұрсыздар ғой. Паристен келдіңіздер ма? Сол жақта тудыңыздар ма, жоқ осы жақта туылды ма? Сол жақта тудыңыздар ма? Үйде түркше сөйлейсіздер. Бірақ қазақша білесіздер ғой, мен түсініп тұрсыздар ғой. Барып келді ма? Жоқ, сізді түсіріп тұрған жоқпын, қызыңызды түсіріп тұрмын. Жақсы көрген кісілерimiz, ülkenlerimiz algızdı. Paris'teki folklor oynayan balalarımızda, okup жатқан balalarımızda sonun sayesinde kezip geldiler. Қазақстанға қашан бардыңыздар? 17 yaşındaydım o zaman. 4-5 sene. 4-5 жыл болды, иә? Türkçe айтсам. Қай қалаға, hangi şehrine gittik? Karaganda'ya gittik. Karaganda'ga. Evet, bir de Almatya'ya. AKP'de Paris Kazak Derneği'nden. Қазақша білесіңдер, иә? Kazakistanlı jaksı bir öğrenci kızımız var idi. Son özü Nadar'da yetiştirdi. Son bilep özleri folklor kurduk. Kıyın jaksı ama. Bilep jatkandar. So yerden Erlan degen kızı. Bilmeyin bilesiz bak hani. Kazakistanlı kızı ya? Ha, Erlan degen kızı so masrafını verip okugan baladarda kelsin. Buna bilegen kız baladarımız da kelsin deyip so bärini alıp kezdirip şehirden şehire jaksılap kütüp kıyın jaksı. Қазақстан қалай екен? Efendim? Қазақстан nasıl? Ay, çok güzeldi. Мысалы, Bir şey var mı Kazakistan'da? At eti. ilk defa gittin ya, alғаш рет бардың. Ат еті. At eti Бұл жемейді. жақта олар ат етін жемейсіздер ма сіздер? Жоқ. Енді бізде тапсақ жейміз ғой, мына жақта. Kıvızmayın at eti so. Yemek öyle iş verdiler. Мен де іше алмаймын, иә? Ондай девиз сүтін жақсы көремін, ішіп бастан. Evet Kazakistan'da ama çok güzel gezdirdiler. Çok güzel ilgilendirdiler. Bu yüzden yani hani prensesler gibi böyle arabalarda, limuzinlerde dolaştılar. Бардыңыз келе ма? Tekrar gitmek ister misin? Yani evet. Қарағанда. Ішін қыдыртып жүр ғой не? Сүт сауыты нәтиже шығар ма? Қарағандыда атақты нәтиже. Сүт сауыты болатын. Бәсе. Нәтиже. Bu bizim işte. Мына киімді сол жақтан алып келдіңдер ме? Bu yeşilleri bizim giyimlerimizde. Паристен, иә? Сіз ана Қазақстанның апалары сияқтысыз. Сізді көрсем Қазақстанның несін көргендей боламын. Апаның орамал тарту, сіздің орамал тартуыңыз басқаша ғой. Біздің Қазақстан апалары, үлкен кісілері солай тартады осылай. Сол үшін ба? Солай. Жастар келмейді мына жаққа дейді. Иә, мына жақта көбісі үлкен кісілер жүреді осылай. Мен де басында қызық көріп келетін, кейін келмей кеткем. Осы жолы ютубқа түсірейін деп келдім.
Bu yerге kelgende biz 10 yaşımızda, 8-9 yaşımızda bulatığımız. Osu Türkiye'ye geldik. Buna Zeytinburnu degen yer var. Orası Zeytinburnu koy, Zeytinburnu. Zeytinburnu'na geldik. Ana sudun kenarında bir maceranı yazıldı o hükümetdeki. Göçmenler geledi. So göçmen Кейбіреулер Конияға, İzmirге. odan keyin so göçmenler gelip sol жерде 1-2 yıl oturup odan keyin bizni Konya'ya apарып tashadi. Бірінші сізде Зейтинбурныға. Bu yerде baktı. Bir yıl baktı. Til үйrөттü, oku үйrөттü. Бұл жақта, иә? Oş yerde oku үйrөттü, til үйrөттü. Odan keyin 1 yıldan keyin, 2 yıldan keyin sol Konya'ya apарып tashadi. Konya'ga, Altay köyge, İzmir'ge süйтіп apарып tashadi hükümet. Конияда өстіңіз. Biz Konya'da östük. Бұға 10 жасында келдіңіз. Bu yıl 10 yaşımıza geldik. Қанша жасасыз қазір? Hazır ben 73 yaşlarım. Бірақ асыл Түркияның қазақтары өзі 70 Türkiye'nin kazağının endi ülkönlerin bari ketip kaldı. Ötüp gitti. Endi ülkön biz bu kaldık. Endi ülkön biz. Endi ülkön biz bulduk. Biz sol eli kazak adetini жақсы göremiz. Kazak adetini жақсы göremiz. Endi bizden tuğanlar buna Türkçe okup, Türkçe yaşap pek kazak adetini jaktırtpaydı. Kelgen жоқ görmeysin mi? Biz o yaş günümüzde bunday toy tabalmaydık. Күні түні той болатын Konya деген жерге апарып тастады. Bir bala туса неше күн той болып, неше күн өлең айтып соған біз баратамыз. Мысалға Пакистанның қай жағында тұрдыңыздар? Қай жақта туыстыңыздар мысалға Пакистанның? Pakistan'ın biz onda kişkene günümüz sol Pakistan'ın bir yerinde tuğduk aydı o. Есіңізде жоқ, ол жақтағылар? Esimizde pek çok. Мысалы, одан қалай көшкеніңіз есіңізде? Odan keyin Türkiye'ye, ülkenlerimiz Türkiye'ye aparamız dep müracaat hükümetke aytıptı. Onun keyin Pakistan hükümeti menen olsa Türk hükümeti dost koy aytıp жатыр. Sol dost so keme menen özleri kep tastады. Keme menen. 8 gün kemede жүрдük biz Pakistan'ın gelecek ana sudun içinde. Uzak eken kememen 8 gün жүрдük sudun içinde. Sonda bizim bala günümüz karayımız denizden. Sonra balıklar küp etip deniz durardı. Sonra onda biz bilmeyimiz hazır mına müteci degen atı var eken biz sen göçmenin. Biz onda balamız sol göçmenler deyen ana podrumga salar eken oy kemenin aslında düşürür eken. Sonda ben öylem sonda bizim Kazaklarda da en aslında düşürüp de koydum. En aslında düşürüp de koydum. Kemenin en aslı podrumu. Sonra ben 8 gün жүрüp 8 günde İran'a geldik. İranға келдіңіз? Basra'ya geldik 8 günde. Basra'dan keyin biraz жүрüp İran'a geldik. İran'da bir hafta kaldık. Bir haftadan keyin odan keyin trenge saldı. Televizyonda ayıp жатты ғой, trenge saldı. So tren menen Türkiye'nin bir udutu var koy, bütün göçmenler gelip televizyonda ayıp жатады. Bütün hazırki göçmenler de sonымен gelip жатыр. Sonu menen tren menen Oşço'ya geldik odan keyin. Oşço'ya geldik. Carapaşa'da İran'da bir alacakta bir ülken kemenin durağı var koy, denizin aracağında, denizler var. Socuğa geldik, Socuğdan sonra Macerana'ya geldik. Оған мысалға арада қиыншылық болған жоқ па? Мысалы Түркияның үкіметі ғой, алдырған, иә? Hükümet özü aydap jür. Hükümet özü akip jür. Özü akip jür. Özü hükümet özü akip, hükümetin arbası. Bizden pul çıkan yok. Özü akip tüstadı. Özü akip. Ол кезде де Қазақстанның бар екенін білетін бе едіңіздер? Ha. Ол кезде Қазақстан деген елдің бар екенін білетін бе едіңіздер? Ол кезде Kazak'tan var eken o şeyi bilip gelir bizden. Қазақстанның бар екенін білетін бе едіңіздер? Қазақстан деген елдің бар екенін ол кезде Совет заманында, Совет бірлігінің ішінде Komünist zamanında kaçıptı koysun bizim atalarımız. Baş etelmeyi. Bizim atamızın atası şehit boptu. Ana Kıtaylar komünistler atıp ketipti. Soğusup oturup kaçıptı. Soğusup jengelmeyi. Sodan kaçıptı. Bizim sol ulu atamız da ok deyip şehit boptu. Sizin atalarınız Қытайдың қай жағында тұрған? Bilsen degen yerde turuptu bizden. Bilsen. Қытай қазақтары егер Barıp kayıttım bilsen tavda bir molda jır yazıptı sonra. Bir molda jır yazıptı. Onun kitabını okuduk sonra. Barıp kayıttım bilsen tavda şarşağın bolgan jav dep sütüptü. Biz sonra so kitabını öyle okuduk. Türkiye men Kazak can saktaydı. Başka jawdan aman bolsa dep süt jır yazıp ketdi. Aqtı Qarşı degen Kazakların bir ülkön alimi var eken koy.
Akıt Kajı degen. Onu yerdeki Kazaklar da biledi ekan. Сол кісі өлең жазып беріп бізді оқығанбыз. Сол Ақыт Қажы деген, осы жерден Сәмиға деген біздің жиен болады. Менің күйеуімнің қарындасы болады. Қарындасы болады, өліп қалды одағы. Соның күйеуінің атадары болады. Ұрқынан бәрім олда. Сәмиға деген осы жерде жүр ғой, соның күйеуі де өліп қалды. Ол апыз болатын. Апыз болатын ол. Содан атадары апыз екен, сол қазақты дінге соғам деп, сол өлең кітап жазып, барған үйіне өлең кітап айтып жазып кетер екен. Қоймаңыз намаз қоймаңдар, құмырды босқа жоймаңдар деп сөйтіп шариғат айтар екен. Шариғаттан шыққан сөз жеңілсімей ойландар деп. Шариғат баяғы, шариғат. Бәрі сол өлген, сол оқыған кітабым әзір есімде бар, көбім ұмытып қаптым. Біз сол қою қазақпыз. Жаңыз енді бізден кейін емес, ендіген кейінде жастар қазаққа топлымға келмей жатыр, енді көбі түрікке кетіп жатыр. Сол қазақ топлымы болмағаннан кейін түрікке кетіп жатыр. Жастарымыз түрікке араласпай жатыр, мына қазақтың жастары. Жас қыз келгеннен кейін, жас ұл бірін-бірі көрмесе бола ма? Болмайды. Бәрі сол, мына тойға келмеген жаман жастарды. Тойда көрішеді ғой, басқа zaman көрішпейді. Біз жерде қазақты қиын жақсы көреміз мен. Мен қазақтарды қиын жақсы көремін. Менің күйеуім қазаққа Чинге барып келген. Қытайға барып келген менің күйеуім. Қытай жерінде менің күйеуімнің әкесінің інісі бар екен. Ол кісі өліп қалды. Қазақ көп екен ғой Қытайда. Біздің туыстар көп дейді. Көп дейді. Көп дейді. Менің күйеуім бар да, сол біреу телефон етіп тұратын. Қажаға барма деп, қажаға бар деп, жоқ, қажаға опат етті деп, қайтып телефон еткені қойды. Өлді деп, айтпай қойды. Енді мен Қазақстанды қиын жақсы көрем қазақтарды. Менің күйеуім жүргенде мен бармай қойғам. Қазақстанға бардыңыз ба? Қазақстан еш барғам жоқ. Қытайға да барғам жоқ. Қытайға менің күйеуім барып келді. Сол ағадарын көріп, туыстарын көріп барып келді. 2 ай жылады. Ол жердің қазағы башқа, ол жердің туысы башқа деп. Енді мен ертіп барам деп жүретін, оған өмір жетпей қалды, өтіп кетті. Біздің қазақ байқұс ақиқи мұсылман ғой, шариғаттың әмірімен жүрген. Ол жердегі амжадары да молды екен, сабали намаз, азан айтып өзі намаз оқиды дейді. Болат деген ұлы бар екен дейді, сол намаз оқып, Құран оқып, балаларына сөйтер екен дейді. Ол кісі өзіне Алла беріпті. 8 қызы, 5 ұлы бар екен дейді. Бай екен дейді. 1000 тана қойы бар екен дейді. Чыңгілде, Бисен деген жерде дейді. Сол тегінде ата-бабасы мекенінде қалыпты ол кісі. Енді сол опат етіп кетті. Кемпірі де өзі опат етіп кетті. Ұлдары келем деп айтты деп еді, келе алмай жатыр. Неге келе алмай жатыр? Қытай көп визе қойыпты деген. Осы жер визе дейді ғой, содан келе алмай жатқан сияқты. Көп пара жақса жүргізеді екен, айтса жүргізбейді дейді ғой енді. Түріктер визе дейді оны. Содан ешбіреу келе алмай жатыр байқұстар. Менің атым Қапихан. Қапихан, қазақ жат. Қапихан, Қазихан деп біз 2 қардешпіз. Сол екеуміз сол ұйқас қойған, үлкен шалдар қойған біздің атым. Әттеріне Алтай Көкжасан, сағындым сені Көкжасан деп сөйтіп айтатын үлкендер. Үлкендер. Әзір енді қазақ өлең жоғалып бара жатыр. Ол жердің баладары қиын қазақшылы, Қытайдың баладары. Қиын қазақшылы. Менің күйеуімді мақтап келді. Ол жердің баладары қиын қазақшылы екен. Қиын туысжан екен. Үлкен қалаларында, қожа сияқты қалаларында, осы қазақтары сияқты, жастары ұмытқан уже қазақшаны. Қытайша ойлап, қытайша сөйлеп, қазақша қиналады. Ал былайынша нағыз қазақтар тұратын жерде, қазақтар өте жақсы қазақша. Менің күйеуім айтын мақтап келген, ол жердің қазағы басып келгенде. Мен де сені апарам деп сөйтіп жүрген, оған өмір жетпей қалды. Өмір жетпей қалды. Алланың салған уақытына шара жоқ қой. Қыз демейді. Қыз демейтін, бала дейтін, әйел бала дейтін. Қыз демей шайтпайды. Тәрбия ғой, тәрбия. Қыз деп іш айтпайды, мына Түркия қыз дейді екен, соған алышып кетті ауызымыз. Бұның қыз деп іш айтпайды, әйел бала дейді.
бала мен келген кезде алғаш бала беретін той, бала беретін той. Әйел бала дейді ғана. Енді ауғандар нәшір бала дейді ғой. Ойба, Ауғандар қыз бала нәшір бала деп айтады екен. ауған қазақтары. Ауған қазақтары, ауған қазақтары, Ауған қазақтары. Қытай неме деп айтады? Қытайдағы сендер. Мен Қазақстанның қазағымын ғой. Қазақстан қазағы. Сен қыз ұзату деп айтады тойды. Біздікі сол әйел бала деп айтатын атадарымыз. Бала беретін той деп айтатын. Бала беретін той. Түрік өкіметіне Алла разы болсын. Біздің қазақты олай қаңғып, бұлай қаңғып атадарымыз сол орыстан қашып, коммунистан қашып осы Түркияға келіп біраз тоқтады ғой енді. Türkiye güzel memleket. Akıllı olsa, nesi olsa güzel memleket. Din okuyayım desin, din okuyorsun. Almanca okuyayım desin, Almanca okuyorsun. Aklına göre. Rahmet көп. Rahmet, sağ ol canım. Sağ ol, Allah razı olsun. Қазақстанға сәлем айтасыз ба? Tamam. Қазақ аталарымызға көп selam söyle, apalarımızға, бауырдарымызға. Аллаға emanet olun. Hadi Allah'a emanet. Hoş bulduk. Мен той аяқталды. Осылай негізі мен көрген тойлардың ішінде бүгін сондай бір адам аз. Ешқандай бұрын абыр-сабыр болып адам көп болып жататын. Қазір өзімде уже қалған кісілермен жүрген бәрін. Отыр әңгімелесіп деген сияқты. Шай ішіп отырмыз бір бұрышта. Осылай. Мына жерде мамам мені күтіп отыр, қайтамыз деп. Рахмет. Көп. Осылай өтеді. Осы жол адам аз екен, кәдімгідей рахат отырдық. Әдетте адам өте көп болатын сондай тойларда. Менде біраз болған ғой, пандемиядан кейін негізі той азайып кетті мына жақтарда. Достар, той аяқталды осымен. Қазақ қайтып бара жатырмыз. Қазақтың тойы бітпесін. Егер YouTube каналыма жазылып, тіркеліп қойыңыздар. Видеом ұнаса, пікір жазып, астында белсенді болайық. Бұйырса, көп той бар. Көп той бар. Бастаған осы енді. Биылдыққа той жоқ негізі, көп азайды. Мен осы уақытқа дейін жыл сайын той болатын. Енді осыдан кейін бастайды ғой. Құдай қаласа. Жайлап. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар, достар. Жолдан кетіп бара жатып, мынандай қазақша бір. Ау? Қазір шығам. Қазақша бір осындай не тауып алдым, кафе. Бір кісі отыр, осы жерде. Мына жерде отыр. Қазақтың несін жасап қойыпты. Так. Ішінде бірақ қазақтар емес. Бар істеп тұрғандар бар, бірақ қазақша емес, орысша сөйлеп тұр ішіндегілер. Істеп тұр ма білем, адам жоқ ішінде, сыртында осындай қазақша мейрамхана бар екен. Бұрын жер ұйғыр ресторан болатын. Алмаханың локантасы дейді. Ялал деп қойыпты. Ішкі жақтарда болғасын. Мына жақта да жазылып тұр ішінде нелер бар екен. Қазақша. Бір күні келерміз. Осындай асхана бар екен мына жерде қазақша. Сыртынан көріп нәген кеттік. Зейтін бұрының ішкі қуыс көшелері. Мыналардың бәрі осылай. Ой, байпысым о. Күн деген шыжып тұр. Саған бір мата берді. Маған мата берді дейді, көйлек берді деп отыр. Рахмет көп. Өзіңіз ала беріңіз. Мен сөйтемін мына келген. Мен алмаймын осы, мамама бере салам өйстіп. Қайтадан үйге береді. Мата алмай. Ана жерде зданияның сыртынан қазақша ою тапсырып қойыпты. Кейбір үйлерді сондай содан білуге болады, қазақша қазақтыратын. Мыналарда ма? Ұйғырдардың Азия
кухнясы дейді. Мінекей. Ара қуыс көшелер осындай. Мына жерде де ол неде Зейтін бұрында барлық түрк халықтары тұрады. Ұйғырлар, неше түрлі, әртүрлі. Мысалы мына үй, қараң сыртындағы бәрінде оюлар бар. Қазақтар тұратын белгілі. Сырттарына кейбірлерін қазақша жазып қояды, қазақ есімдерін. Киналардың барлығы оюлар тұр. Осы үйде қазақтар тұратын белгілі болып тұр. Кейін Зейтін бұрын аралап бір көрсетермін. Осымен қайтайын. Мамамды күткізбей. Алда ауған ресторанды дейді. Ауған ресторандарды көп мына жақта.